Баршаларыңызға сәлем, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дүние жүзінде бірнеше тілге аударылып, әсіресе араб әлемінде жылына миллиондаған тиражбен басылып, таралып жатқан мұңайма кітабын оқитын боламыз. Бұл кітап иман бағытында өмірге тірек ретінде жазылған және ең көп оқылған кітаптардың қатарына жатады. Егер сіз иман ауқатыңызды арттырғыңыз келсе, үнемі стресс, депрессия, мұңаюға жол беріп жатсаңыз, осы кітапты оқуларыңызға кеңес беремін. Бисмиллах, ва жаратқан Алла, аспан әлеміндегі және жердегі әрбір тіршілік иесі мұң-мұқтажын бір Алладан сұрайды. Ол күн, яғни сәт сайын іс үстінде, яғни ол болмысты бір-ақ рет жаратып қоя салған жоқ, ол болмысты жоқтан жаратып, қайта жоқ қылып, қайтадан жаратып, сәт сайын өзінің ұлылығын, шексіз құдіретін, ілімін, теңдессіз шеберлігін және басқа да көркем есімдері мен сипаттарын паш етуде. Рахман сүресі 29 аят. Теңізде қатты жел болып, таудай толқындар кемені суға толтырған кезде, кемедегілер «Уа жаратқан Алла» деп айғайлай бастайды. Керуен бағытын жоғалтса, жалғыз жолаушы шөлде жолынан адасса, «Уа жаратқан Алла» деп жалбарына бастайды. Кесел-кесепатқа ұшыраған адамдарды қатты қайғы мен ауыр мұң басса, бәлеге душар болып басқа іс түссе, «Уа жаратқан Алла» деп содан ғана медет күтеді. Пенденің алдында барлық есіктер жабылып, қолынан еш нәрсе келмей шарасыздыққа ұшырағанда, ол «О жаратқан Алла» деп қолын жаяды. Амалы құрып, мұңайып, мүлдем үміті үзіліп, не істерін білмей абыржығанда, кісі тағы да «Уа жаратқан Алла» деп жалбарынады. Кең дүние саған тар болып, жан дүниең жабырқап, амалың құрығанда, «Уа жаратқан Алла» деп әрқашан оған сен бауырым. Сені естідім жаратқаным бүкіл жерде, кесел, кесепат торуылдап жанға сызат түскенде, таңды тосып, атыңды атып жалбарынсам, таң жарқырап, күлкі үйірілді жүздерге. Шын жүректен шыққан асыл тілек, жақсы сөздер Аллаға сөзсіз жетеді. Шынайы көз жасымен жуылған ықыласты дұғалар, жан жүректен шыққан мінәжат, оның дәргейінде сөзсіз қабыл болады. Мұқтаж жанның жанары оған қарап жәутеңдеп, қолын оған созады. Басына іс түскенде кім болса да одан жәрдем сұрап жалбарынады. Алланың есімін жер бетінде миллиондаған адам тоқтаусыз қайталап тұрады. Оны еске алу жүректі жібітіп, жан дүниені тыныштандырады. Көңіл марқайтар, жан жадыратар тыныштық сезімін алып келеді. Және күшті сенім тудырады. «Уа жаратқан Алла» дегенде бәрі өз орнына келеді. Жүрек жайбарақат бір қалыпта қаға бастайды. Қорқыныштар ақырындап сейіліп, қара бұлттың арғы жағынан жарық күн көрінеді. Қараңғы түнелдің келесі бетінен жарық шұғыла шашады. Алла құлдарына өте шарапатты, қалағанына, қалағанынша ризық береді. Шура сүресі 19 аят. Алла ең жақсы мағыналарды өзіне қамтыған ең көркем есім. Ол күллі аспан әлемі мен жердің және екеуінің арасындағы барлық нәрсенің Раббысы, жалғыз иесі. Ендеше оған құлшылық қыл және құлшылық қылғаныңда сабырлы әрі табанды бол. Оған аттас хәмдтен келетін біреуді білемісің? Мәриям сүресі 65 аят. Алла тағала еш нәрсеге мұқтаж емес және мәңгілік, күш-қуат, ұлылық және кемеңгерлік иесі. Сол күні күллі жаратылысқа. Бүгін шексіз билік кімнің қолында дегенде, жаратылыс атаулының бәрі бір ауыздан, күллі болмысты бір өзі билеп, бір өзі меңгеріп тұрған шексіз билік иесі жалғыз Аллаға тән, деп жауап береді. Мүмин сүресі 16 аят. Алла тағала мейірімді әрі қорғаушы, қолдаушы
әрі құтқарушы, жомарт әрі қамқор. Сендердегі әрбір жақсылық Алладан. Ниса сүресі 79 аят. Алла тағала ұлы және құдіретті билік иесі. Даңқтап сені бітіре алмаймыз жаратқан, қанша айтсақ та жарлымыз сөз жақтан. Ұлықтығың алдында ақыл-ойдың шегі әлсіреп бара жатқан. Уа жаратқан Алла, күйініштің орнына сүйініш, қайғының орнына қуаныш бере көр. Қорқыныш туа қалса есендікке айналдыра көр. Уа жаратқан Алла, жүректеріміздегі қайғыдан, күмәннан арылта көр. Біздегі қорқыныштың алаулаған жалынын иман суымен өшіре көр. Уа Алла, ұйқысы қашқан көздерге тәтті ұйқы бер. Жабырқаған жанымызға тыныштық бер. Жәрдеміңді кешіктіре көрме. Уа жаратқан, адасқан азапты жолдан айқын да айдын жолға шығуға, жан-жаққа қарайлап, адасудан арылуға мүмкіншілік бер. Бізді тура жолыңа сал. Уа Алла, бізді шайтанның азғыруларынан сақта, жүрегімізге ақиқат нұрын төге көр. Уа Алла, бізді қайғы-мұңнан арылтып, қорқыныштан және қайғырудан құтқара көр. Сенен басқалардан қорқудан, сенен басқалардан үміт етіп, сүйенгендерден, сенен басқаларға алақан жаюдан өзің сақта. Сен біздің қорғаушымызсың, сүйенер сүйенішімізсің. Бақытты өмір сүр. Иман мен жақсы іс бақытты өмір сүрудің кілті. Бұларды есіңде бекем сақта. Ілімізде көп оқы, өйткені кітап оқу қайғы-мұңнан арылтады. Тәубе қылып жаратқаннан кешірім сұрауды тоқтатпа. Аллаға қарсы келуден қаш, өйткені күнәлар өміріңді улайды. Құранды әрдайым ой жүгіртіп оқып Алла тағаланы еске ал. Басқаларға жақсылық жаса, көкірегің кеңейіп, өзіңді бақытты сезініп қаласың. Орынсыз қорқақтық шайтаннан. Ежүрек бол, өйткені ежүректік өзіне сенуге және бақытты болуға жәрдем береді. Жүрегіңді кек сақтаудан, көре алмастықтан, жек көруден, сараңдықтан және басқа жаман аурулардан тазала. Барлық істе, тамақтануда, ұйқыда, елмен араласуда, сөз сөйлеуде шегін сақта. Артық жүк жолаушыға азап. Бүгінгі күніңді жақсылап өткіз, өткен уақыт пен келешекті уайымдап уақытыңды құртпа. Қайратты еңбек пен пайдалы іс-әрекеттер саған уайым мен қиындықты ұмыттырады. Кескін келбетте, материалдық байлықта, тұрмыс тіршілікте, денсаулықта өзіңнен төмендегілерге қара. Өмірде кездесетін түрлі қиындықтар мен ауыр сынақтарға алдын ала дайын бол. Дайындығың болса, сен үшін қатты соққы деген болмайды. Жаман ойлардан алыс бол және әр нәрсенің жаман жағын ғана ойлаудан сақтан. Ашуланба, кешіре біл. Басқаларды түсіне білуді және мейірімдік танытуды үйрен. Өмірдің қамшы сабындай қысқа екенін есіңнен шығарма. Жақсылықтан, рахат тұрмыстан айырылып қаламын деп сары уайымға салынба. Келешектегі жамандықтан қорықпа. Әр істе бір Аллаға тәуекел ет. Түйме дейді, түйедей етпе. Ұсақ-түйек қиыншылықтарды ауырға балама. Кесел, кесапат болып кетсе қайтем деп ойлай берме. Әр нәрсенің өз уақыты, өз шешімі болады. Басыңа келетін нәрсе бәрібір сені айналып өтіп кетпейді. Ал енді саған келмейтін нәрсе бәрібір келмейді. Тұрмыста қарапайым өмір сүр, артық ысыраптан алыс бол. Өйткені артық ысырап аздырады, денеге құл болу руханиятты құлдыратады. Алла тағаланың берген сыйларын саған келген сынақтармен салыстыр. Сонда сен жоғалтқаныңа қарағанда алған нәрсеңнің көбірек екенін түсінесің. Қайғыға батқан болсаң, өзің және айналаң үшін қандай жақсы нәрсе жасай алатыныңды ойла. Жұмысқа ықыласпен кірісіп кет. Егер де біреу саған жаман сөз айтса, оның сөздері саған емес, өзіне зиян алып келерін біл. Сондықтан ол туралы ойланбай-ақ қой. Әр нәрсенің жаман жағын емес, жақсы жағын ойла. Өйткені жақсы көңіл-күй бақыттылықтың кепілдігі.
Ешкімнің саған рахмет айтуын күтпей, жаратқанның ризашылығы үшін басқаларға жақсылық жаса. Өзіңе және айналаңа пайда алып келу үшін жан дүниеңе жақын кәсіпті таңда. Қандай жұмыс қылсаң да шын ниетпен, мүлтіксіз жасауға әрекет қыл. Сонда ол жұмыс өміріңдегі бақытыңның бір бөлігіне айналады. Әрбір іске жігерлі бол. Бүгінгі ісіңді ертеңге қалдырма. Жаратқан саған берген жақсылықтар туралы көп ойлан. Ол жөнінде айтып жүр және Аллаға шүкір ет. Алла саған берген денсаулық, мал-мүлік, отбасы және жұмыс сияқтыларға разы бол және олар үшін шүкір қыл. Басқалардың жақсы жақтарын көруге әрі бағалауға тырысып, ал жаман жақтары болса көз жұма қара. Барлық жағынан идеалды кісі болмайтынын түсін, әрі бұл бірінші кезекте өзіңе байланысты екені есіңде болсын. Өсек аяңға көңіл бөлме, басқалардан кемшілік іздеме және қате жіберіп, бір жаман іс жасауын күтіп, әрбір қадамын аңдыма, өйткені бұл саған да, оларға да жақсылық алып келмейді. Спортпен шұғылданып, денсаулығың туралы көп ойлан, өйткені денсаулығы мықты адамның ой сезімі сергек болады. Алладан кешірім және жақсылық тілеп, әрдайым дұға қылып жүр. Ойлан және шүкіршілік ет. Жаратқан Алланың саған берген жақсылықтарын ойлан. Сонда сен жақсылықтардың сені қоршап тұрғанын сезінесің. Ол сендерге өзінен сұраған нәрселерінің бәрін берді. Бергені соншалық, егер Алланың нығметін санайтын болсаңдар, санына әсте жете алмайсыңдар. Ибрахим сүресі 34 аят. Денсаулық, бейбіт өмір, ішер ас, киер киім, таза ауа, мөлдір су, баспана мен көлік, мал-мүлік пен бала-шаға, отбасың мен достарың. Сенде барлық байлық бар, бірақ сен оны сезбейсің де, байқамайсың да. Уа адамдар, Алланың күллі аспан әлеміндегілер мен жердегінің бәрін өздеріне бағынышты етіп қойғанын, сондай-ақ сендерді өзінің жария һәм жасырын, заттық әрі рухани мұншама нығметке кенеткенін көрмейсіңдер. Лұқман сүресі 20 аят. Сенің аяқ-қолың, көз-құлағың және тіл-аузың, яғни 12 мүшең аман. Ендеше Раббыларының қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Рахман сүресі 13 аят. Сен жүре аласың, қимылдайсың, естисің, көресің және сөйлей аласың. Тәбетпен тамақтанасың. Бұларды жай ғана нәрселер деп ойлайсың ба не? Қаншама адамдар бар, аяқ-қолы мүгедек болып, қимылдай алмай қалған, немесе зағип, керең болып басқаларға мұқтаж болып отырған. Қаншама адамдар бар, ауру сырқаудан арыла алмай қиналып, қалағанша тамақтана алмай құрған. Жаратқанның сынағы әртүрлі болады. Денің сау, ақыл-есің дұрыс бола тұрып, жаратқанның жақсылықтарын білмегенің, оған разы болып шүкір қылмағаның жарамас бауырым. Бір кедей кісі өзінің жұпыны өмірінен алып, Алла оны жақсылықтарынан құр қалдырғаны туралы айтып, ғалымға шағымданады. Ғалым әлгі кедейден, көздеріңді маған 100 000 алтын теңгеге сатасың ба деп сұрайды. Кедей, жоқ деп жауап береді. Ғалым, онда қолдарыңды маған 100 000-ға сатасың ба? Аяқтарыңды 100 000-ға сатасың ба? Ақыл есіңді 100 000-ға бересің бе деп сұраған сайын, кедей жоқ дегеннен танбайды. Сонда ғалым оған былай деген екен: сен 100 000-даған байлыққа ие болып тұрып, кедеймін деп қалай шағымданасың? Сонда әлгі кісі қолдағы байлығының армандаған жақсылықтарынан да маңызды екенін түсініп, және Алланың шексіз мейірімділігін сезініп, тәубаға келіп, шүкір қылған екен. Әлбетте, сен де өте зор сыйға бөленіп өмір сүріп жатқаныңмен оның қадірін білмейсің. Содан соң қарадай қайғы-мұңға батасың. Алдыңда жеуге ыстық наның, ішерге суың дайын. Шаршасаң ұйықтап ес жиясың, 12 мүшең аман. Қолда жоқты ғана аңсап, барына шүкір қылмағаның қалай? Біраз
Шығындалсаң болды, жаның қиналып, қолында бір бақыт кілтін бағаламайсың. Жаратқан берген есепсіз нығметті ойыңа да алмайсың. Ойлан және шүкір етуді біл. Сондай-ақ өз болмыстарыңды да талай-талай айғақтың бар екені анық, сонда да көрмейсіңдер ме? Зарият сүресі 21 аят. Өзің, туыстарың, үйің, жұмысың, денсаулығың, достарың және айналаңдағылар бәрі туралы жақсылап ойлан. Ол мүшриктер өздері өмір бойы қызығын көріп келе жатқан нығметтердің Алладан келгенін іштей біліп мойындаса да, Алладан өзгеге құлдық ұрып табыну арқылы осынау нығметтерді жоққа шығарады. Нахл сүресі 83 аят деп сипатталғандардың қатарында болма. Өткенге қайғырма. Өткен нәрселерді көп еске алып, жоқ жерден қайғыны қозғап, мұңая беру ақымақтық. Мұндай нәрсе алға ұмтылуға тосқауыл болып, өміріңнің берекесін қашырады. Ақылды адамдар өткеннің қайғы мұңын бір жола ұмытады, келмес жерге жіберіп, шықпас қылып бекітіп, есінен бір жола шығарады. Өйткені ол бұдан бұрын болып біткен, бояуы сіңген, келмеске кеткен. Қайғы мұңмен оның орнын толтыру мүмкін емес. Түзеймін десең де оңалмайды. Артқа қайтпастай болып жоқ болған. Демек, жоқ нәрсеге қайғырып, өткенге өкініп, өміріңді қорқынышты түске айналдырудың керегі жоқ. Өткен істің көлеңкесінен өзіңді суырып ал. Ағынды дарияны қайта басына қарай кері ағызсаң келе ме? Батқан күнді қайта шығысқа қарай жылжытқың келе ме? Туылған бала анасының құрсағына қайта кіре ме? Төгілген көз жасы көзге қайтып сіңе ме? Демек, өтіп кеткен істерге қайғырғаның, жаныңды мүжіп қиналғаның дұрыс емес. Ол бекерден бекер өзіңді өзің азаптағанмен бірдей. Өткен қайғылы істің беттерін парақтап, жаныңда қалған жараның ізін тырналай беру бүгінгі күніңді жоқ қылады. Қайратыңды мұқалтып, уақытыңды талқандайды. Алла тағала Құранда бұрынғы елдердің жасағандары туралы баяндап келіп, олар да өз алдына бір үмбет еді, келді де кетті. Бақара сүресі 134 аят деген. Демек, өткен іс өтті, бітті. Уақыт дарияның ағысын кері бұрамын деп қанша титықтасаң да пайдасы жоқ. Тарихтың дөңгелегі артқа жылжымайды. Бір кездегі болып өткен нәрселерге қайғыру, бейне бір диірменде тартылып қойған ұнды қайтадан ұн қылам дегендей, немесе аралаған ағаш қиқымдарын қайтадан аралаймын дегендей бос әурешілік. Өткенге қайғырып жылағандар туралы өліктерді қабірден қазып алма деген сөз қалған. Есекке неге күйсемейсің деп сұрағандарға ол өтірік айтқанды жек көрем деп жауап берген екен. Қазіргіміз үшін еш нәрсе жасамай, өткенмен ғана әурелену біздегі ең үлкен кесел-кесапат. Зәулім үйлерде тұрамыз, бірақ шіріген қирандылар үшін жас төгеміз. Адам атаулының бәрі жиналып, өткенді қайтарып әкелеміз десе де қайтара алмасы анық. Өйткені бұл мүмкін емес. Адамдар артқа жалтақтап қарай бермеу керек. Өйткені амал әрекет алға қарай жылжиды. Су ылдиға қарай ағады. Керуеншілер де алға қарай жылжи жүреді. Өмір керуені де сондай. Сондықтан сен де өмірдің бұл заңын бұзбай өмір сүр. Бүгінгі күніңмен өмір сүр. Кешке шейін аман болсаң, таңға шейін де өмір сүретініне толық сенімді болма. Ал енді таңертең аман есен оянсаң, міндетті түрде кешке шейін өмір сүрем деп ойлама. Сен бүгін дәл қазір өмір сүріп жатырсың. Өткенді қайтара алмайсың, ал енді келешек әлі келген жоқ. Сондықтан бүгінгіңе, қазіргіңе көңіл бөл. Бүгін туылып, бүгін-ақ қайта өле қалатындай есеппен жүр. Бәрін соңғы рет жасап жатқандай өмір сүр. Намаз оқуға кіріскен кісі, бұл оның өміріндегі ақырғы намаз екенін білсе, онда ол намазын қалай оқитын еді? Әлбетте, бар назарын Аллаға қойып, өте беріле оқитын еді. Бар болмысымен беріліп, һәм Құдай тағаладан қорқып оқитын еді. Әрбір намазыңды солай оқуға дағдылан. Шынында
сен келесі намазыңа шейін өмір сүресің бе, сүрмейсің бе, оны білмейсің ғой. Әрдайым осылай оқи алмауың мүмкін, бірақ сен соған ұмтылуың керек. Жақсы істерді жаса, ол сенің өміріңдегі ең ақырғы ісің екенін елестет. Оны сен біраздан кейін өлеріңді біліп тұрғандай орында. Сенің барлық орындаған істерің және ғибадаттарың сондай болу керек. Өзіңді қайта қайтпайтын нәрселермен, өткендерді еске алумен қинама. Өміріңді әлі келмеген келешекке қатысты қорқыныштармен алаңдатпа. Бүгінгі күнмен өмір сүр. Бүгін жасай алатын немесе жасайтын нәрселеріңді жасап қал. Ертеңге қалдырма. Өйткені ертеңгі күн сен үшін болар болмасын еш білмейсің. Әрбір минутыңды бүгінгі күн үшін пайдалан. Өйткені осынау баға жетпес жақсылықтарды жасау өзіңе, басқаларға пайда алып келу және жаратушы иесінің кешірімі мен сыйына лайықты болу деген сөз. Бүгін қолыңдағы барға разы бол. Өйткені сен елік қылған нәрселер ертең не болатынын білмейсің. Бір ақын былай деп өте жақсы айтқан: өткен өтті мәңгілік, болашақ әлі белгісіз, бір сағатты ғұмыр бар, сол ғана сіздің еншіңіз. Егер сен бүгін бақытты болсаң, онда сен бақыттысың. Сенің өткен мезгілдегі бақытың бұл сол уақыттағы бақыттылық. Ол сол жақта қалды. Ал енді саған келешекте келетін бақыт бұл келешектің бақыты. Ол алда әлі келмеді, сондықтан бүгін бақытты бол. Екі дүниеде де бақытты болуды қаласаң, бүгін соған сай еңбектен, сонда сен жаратқанның жарылқауымен оған ие боласың. Алдамшы сағым. Көп адам өзін бақытсыз сезінеді. Өйткені олар өмірге бұрыс қарап, оны қате қабылдайды. Олардың бақытсыздығының себебі сыртқы жағдайда да, басқа кісілерде де емес, өздерінде. Олардың өмірге жасаған қате тұжырымдарында. Мұндай кісілер көбінесе қашан менде пәлендей нәрселер болса, мен сонда ғана бақытты боламын деп ойлайды. Ол нәрселер қазір өзінде жоқ болып жетпей жатқандар. Мысалы, машина, ақша, байлық, отбасы, жоғары білім, лауазымды қызмет, атақ, даңқ. Бұл тізімді шексіз жалғастыра берсек болады. Болғанда ғана бақытты боламыз деп ойлайды. Бұл кісілер суы жоқ шөл далада жүріп, алыстағы сағымды көріп алып, сол сағымға қарай жол тартқан жолаушы сияқты. Ол жүре береді, тоқтамай жүре береді. Ал енді сағым болса, алыстай береді, алыстай береді. Ақыры оған жете алмай, кенезесі кеуіп, өлімге душар болады. Мұндай кісілер жұмыр басты пенденің қалауы шексіз екенін түсінбейді. Жақсы үй туралы қиялданып жүрген кісі ойындағыдай үйге қол жеткізсе, онда басқа қалау, мақсат пайда болады да, ол сол қалауына жетпейінше өзін бақытсыз сезініп жүре береді. Сөйтіп бұл өмірінің аяғына шейін жалғаса бермекші. Ең жаман жері, мұндай адамдар ешқашан өзіндегі бар нәрселер туралы ойланбайды. Олар әрдайым өзінде жоқ нәрселерді аңсайды. Олар Алла берген нығметті бағалап, оған қуанғанды білмейді. Ақылмен алдын көре білген адам ешқашан мен анадай, мынадай болғанда немесе түгендей оқиға орындалса ғана бақытты болам деп айтпайды. Ол мен бақыттымын, өйткені менде анау да бар, мынау да бар деп айтады. Сонда ғана шынымен ақ бақытты бола алады. Егер Алла ондай қанағатшыл адамға онда жоқ, бірақ қалап жүрген нәрсесін тағы қосып берсе, ол өзін бұдан да бақыттырақ сезінбек. Мұндай кісінің бақытты болуына қандай да бір жақсылықтың кем болуы ешқандай тосқауыл болмайды. Ол жаратқанға берген бар нәрсесі үшін разы болып, шүкір айтады. Сонда жаратқан оған жаңа-жаңа жақсылықтарды тарту етеді және оған тағы үлкен жетістіктерге жетуге жәрдем береді. Осылайша ол кісі өзін бұрынғыдан да бақыттырақ сезінеді. Бұл кемелденген кісілердің бақытының сыры. Басқалар да олардан үлгі алса өте жақсы болмақ. Әлбетте, менің пейішім менің көкірегімде. Адамның бақыты оның өзінде, қолында барын сезінуінде. Бірақ бұл дүниеде жанындағы бақытты байқамай жүрген қаншама кісілер бар. Асықпа, жаратқанның заңы сол. Әрбір нәрсенің өз уақыты бар. Ертең болатын нәрсе бүгін болмайды.
Ал енді бүгін болатын нәрсе сөзсіз ертеңге қалмайды. Біз көбінесе ертең болатын нәрсені уайымдаймыз. Асығыстық жасап, болатын, бәлкім мүлдем болмай қалуы мүмкін нәрселерге бас қатырамыз. Болашақта бізге бір нәрселер болып қалар деп ойлап, сол нәрселерден қорқамыз. Шындығында, келешектегі сол нәрсе болуы керек болса болады. Және ертең немесе бір жұмадан кейін бізді не күтіп тұрғанын мүлдем білмейміз. Ал енді болмағанды бұлай ойлау, келеңсіздікті күту біздің бақытты болуымызға тосқауыл қойып, мұңаюымызға себеп болады. Не үшін біз өзімізге өзіміз қайдағы жоқ қайғыларды ойлап таба береміз? Не үшін болатын, бәлкім мүлдем болмауы да мүмкін нәрседен қорқа береміз? Бұл бізге жамандық қана ойлайтын шайтанның сүйген амалдарының бірі. Құранда Алла бұлай деп айтады: шайтан сендерге кедейлікті уәде қылады. Бақара сүресі 268 аят. Яғни ол біздің жан дүниемізге іштей мұңаюды кіргізіп, жаратқанға сыйынудан және оған мойысынудан қалдырып, біздің иманымызды әлсіретіп, күнәға шақырып, кедейлікпен және басқа пәле-кесапаттармен қорқытады. Енді ол сол ұмтылған нәрсесіне жетпей қалсын деп тілейік. Егер бүгін жаратқанның қалауымен бізде барлығы өз орнында болса, онда ертең де бұл жақсы жағдай бізді тастап кетпейді деген үмітке негіз бар. Алла тағала бұлай деп уәде еткен: егер шүкіршілік етсеңдер, нығметімді арттырамын. Ибрахим сүресі 7 аят. Демек, бізге берілген нәрселер үшін ризалық білдіріп, жаратқанға тәуекел етіп, одан жәрдем, қорғау, кешірім, жақсылық, денсаулық сұрап, біздің дұғаларымыз жауапсыз қалмайды деп үміт етуіміз керек. Біз ақыл есімізді түрлі ұнамсыз нәрселермен толтырып аламыз. Оның орнына шынында да маңызды болған, бізге де, басқаларға да бақытты болуға жәрдем беретін, өзімізбен айналамызға пайда алып келетін нәрселер туралы ойлансақ, жақсы болмақ. Біз шынайы, дұрыс және ғажайып, жақсы және шарапатты, пайдалы және мағыналы нәрселерге жұмсайтын рухани күшімізді болмашы нәрселерге жұмсап жатырмыз. Құрметті достар, осымен мұңайма кітабының тәмам, жалғасын келесі видеоларда салатын боламын. Егер сіздерге ұнаса және де көпшіліктің көруіне себепкер болғыларыңыз келсе, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп кетіңіздер және де бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі бөлімдерде мұңайма кітабының жалғасын оқығанша сіздерге асықпын. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.